Селам алейкум, урметли серджилер, бу UA TV студияда Украина хаберлері. Бүгін мартның бірі жұмақ шымы Жемат фаалиетінен оғрашмақ ясағы или 2 еллық шартлы апис жазасы. Ишғал етілген Қырымның Кремль незареті алтында чалышқан кефе шер махкемесі Қырым татар фаали Сулейман Кадыровға үкім чықарды. О Фейсбукта Қырым Украинадыр, әрвақыт әдіве оладжақ язған изаты үшін Русия топрақ бұтынлігінің бозылуына ачық чағырувларында қабатлы оларақ танылған. Махкемеде Анастасия Шаповал қайдеткені кебі Қырым Русияның қысмы ола, Русия есе өз бұтынлігіні қорумақ керектір. Кадыров истинав аризасыны бермек ниетандайдыр. Это ожидаемый приговор был. Бекленілген үкім. Русия Федерациясы, Русия Адлиясы әрвақыт Русия мақсус қызметлеріне табиеді. Вебу оларының шаблонлары бойынша әркеске жинайеда оларыны ачқасыны таздықлай. Бұтын бізім сияси мүбіслерімізге айыт. Біз Русияның бұтын қиыш махкеме басамақларыны кечіп, инсан ақлары бойынша Авропа махкемесіне шикает аризасыны бережекміз. 2016 сенесі октябрь айында Русия құветчілері Қырым татар фаали Сулейман Кадыровның евіне тынтуф еле келді. Ноутбук ве телефоны мұсадыре етілді. О сепаратизмді шекленейді видеофильмчігінің пайлашмасы ве алтында Украина топрақ бұтынлігіне дестек сөзлеріні язғаны үшін она қаршы жинайет давасы ачылды. Былтыр малиене зареті бойынша Русия қызметі Кадыровны экстремист ве террорчылар жедвеліне кірсетті. Украина президенті Петро Порошенко 2018 сенесі Олимпиада ойынларының фристайл бойынша чемпионы Александр Абраменко ве идманжысы Энвер Аблаевге фазилет için 3-cü дереже мүкафатыны берді. Абраменко шу жүмледен квартира сертификатыны elde etті. Спортшы өз невбетінде Порошенкоға Амайл Чонхан Олимпиада темсалені бағышлады ве яны эв байрамына давет етті. Александр Абраменко алтыны бияс Олимпиадада Украинаның бірінші ве екені медалі олды. Бұ ғалебе саясында Украина Олимпик ойынларының медалер сынавында 21-ші ерін алды. Газпром Украина автогазына 4,6 миллиард долларны ödemege mecbur. Bu Стокгольм mahkemesinin kararıdır. Газпромның транзит için uzlaştırgan gaz miqdarını bermegeni için tazminattır. Petro Poroshenko Naftogaz şirketinin komandası ile kuruşkende bunu haqiqiy galibe ve Ukraina'nın milli ve maliyevi menfaatının qoruvu boyunca tarihi karar olarak adladı. Onun sözlerine göre bu vastalardan Ukraina'nın 2014 senesinden kalgan borcu ödenir. Tahminen 2,5 milyar dolar ise Naftogaz bюджетіне koşulur. Це є результат спільної узгодженої. Бу Нафтогаз милли акциялы шirketinin менеджменті. Үкімет бағышларсыныз президентінің келешіліп япылған umuми işinin нәтижесідір. Umuми мевамыз шыну көстердеки Стокгольмның юридик делаларында да ғалебе қазана білеміз. Да бір кере украинлеріні бұ ғалебенен хайырламаға істейім. Бізім үшін пек мұйымдыр. Бүгін бұ алтын валюта едіклерінің пекетілмесі. Әмді бізім энергетика стратегиямызға олған 100% садығылғымызdır. Де ilk невбетте бұнен Украина менфаатыны қорған команданы хайырламаға істейім. Авропа комиссиясы макромалиеви ярдымның яны пакеты чәрчевесінде Украинаға миллиард долларны бермеге азыр. Бұны Авропа комиссиясының президенті муавины Вадлис Домбровскис радио Свободаға білдіре. Оның сөзлеріне көре әвелкі программа талапларының еріне кетірілмегеніне бақмадан Украина 500 миллион миқдарында 2 транзитны алacak. Ödemelerinin күзде башланмасы керек. Кеченлері Авропа комиссиясы Украинаға макромалиеви ярдымның яны программасыны таздықлаған еді. Бұны Facebook сайфасында Малия Назира Александр Данилюк білдірген еді. Украина мудафа Назиры вазифесіне кележексене арби олмаған адам кече білем. Бұ милли хавсызлық аққында қанун лейхасында языла. Весиқа лейхасыны аджеле оларақ юқарыра даға президент Петро Порошенко кірсетті. Қанун НАТО шериклері иле бірлікте язылды. Украина хавсызлығы ве мудафасы секторының альянс стандартларына кечмесі аққында сөз кетті. Тавсилятлыджа мұхбирамыз тарифеті.
Президент канунлығысына көрерік Сефер Мудафа Назирове муавинлері вазифесіне арби олмаған адамлар тайын етілежек Петро Порошенко дейке қарар қолайды гіледі. Ключеве впровадження Эсасы орду, канун құруйде органлар. Мақсус хизметлер өзерінде демократик гражданлық незаретінің тікленмесідір. Мен де байығы шүбелендім. Ама женк вақтында біле гражданлық Мудафа Назаренің тиынленмесіні қабыл етмек керекміз, деген қарарына келдім. Канун қабыл етілгенде яны ватандашлық Назира 2019 январь айындан тайынленір. Милли хавсызлық аққында канун орду üzerindeki ватандашлық незаретіні жемағат тәшкилатлардан көрсетмеге теклиф еті. Наши союзники. Иттифақдашларымызға НАТО ве Авропа бірлігіне кірмеге істегімізді білдірсек те, олар бұның қануни кефалетіні алмаға істей, ве бұл қанун о кефалетінің темелі ола. Милли хавсызлық ве мудафа асасында планлаштырып екіге бөліне. Қысқа мудетлі 3 жылға қадар ве ұзын мудетлі 5 жылдан зиеді. Канунның esas мақсады НАТО стандартларына кечмектір. Україна мусить мати Украинада Русияның улыжы тәжавуз әрекетлерінден құртарылмаға ярдым етежек шымсиясы олмалы. Шының үшін бізні қорujақ мемлекетлерінің бірлігіне кірме керек. Мастеркібіне кірген мемлекетлерінің мудафасы ве хавсызлығы системасында о семерлігіні көстірген тек бір этифақны көреміз. Ода НАТО. Азами вазифеміз НАТО стандартларына кечмек. Лиха мудафа ве хавсызлық секторының Маливе жетіндегі масрафларының елік көлеміні білгілей. Умми ичке максулатының планлаштырылған мақдарының ең азындан 5%. Очень важный момент. Пек мұйым бір шей. Бұ 5%дан ярым файзы арби санайы комплексіне айырылмалы. Межгуллик иқтисадиятның инкешафы. Әмді девлетнің арби истиғбалының көтерілмесідір. Президент ханун лейхасына парламентке ажиле оларақ керсетті. Оның әнде яқын заманда бақалмасы мүмкін. Президент канун лейхасыны парламентке ажиле оларақ керсетті. Оның әнде яқын заманда бақалмасы мүмкін. Юлия Башко, Дмитрий Борщ, ЮТВ. Бозғун ава себебінден Украинаның 10 вилаятында 174 мескін ер электриксіз қалды. Бұны февқоляды вазиятлер бойынша девлет қызметі білдіре. Бір сыра вилаят меркезлеріне юк машиналарының кірмесі сынырланған. Бұның иле вилаят yollarının айры қысымларында әрекет зоралаштырылған. Көчлі ел яғмур иле қар Донецк вилаятыне келіп шықты. Бозғун ава нәтижесінде электрик қазайы суретте сондырылы. Мартның бірінде Донецк вилаятында 51 мескін ер ярықсыз қалды. Темір ішлерінің кечірілмесіне күчлі ел, күртюк ве бузлавуқлар кедереті. Чистит техника. Көріне техника темізлей, фақат севинч, қыш ойледі олмалы. За городом. Шер тышында затен темізленмей, шерде да бір қарар. Более-менее. Бозғун аваны Украинаға Балқанлардан келген циклон кетірді. Харитада көргенін скибі шымды оның тыш меркезі Украинаның меркези велиетлері өзеріндедір. Тахминлерге көре базы ерлерге қар 30 сантиметрге қадар түшіджек. Ел күчлі саниеді 20, Приазов еді есе 25 метрге етіджек. Бірінші қар циклоны артында невбеттекі циклон ярын кележектір. Мартның екісінде веттік мартның дортунде боранлар тынмаға башлар. Синоптиклерінің айтқаны кебі аваның исынмесіні тек кележек авта беклемек ләзім. Урметлі серджелер, бұды қықаға бұл сонки хаберіміз еді дады чо хаберлерні сізлер Facebook ичтимай ағымызда әмді сайтымызда көре білесіңіз. UATV илі олыңыз сағылықнен қалыңыз көрішкенде.